Егер сенің артыңнан адамдар сөз тасып өсек айтып жүрсе, қуан. Себебі сол адамдар сенің кармаңда өздерінің мойнына жазып алып жатыр. Және де сол кармаларыңа байланысты сен ешқандай, былайша айтқанда, жазаны алмайсың. Ол адамдар сен үшін өтейді сол карманы. Құдайдың мынандай уәдесі бар. Егер сен туралы кез келген адам сөз тасып жатса, сол жағдайды өз басынан кешпей, ол адам дүниеден өтпейді деген. Яғни сен туралы қандай да бір өсек айтып жатса, сол жағдайды өз басынан, өз өмірінде сол адам өтеді. Өзі арқылы немесе баласы арқылы. Яғни сол бір жағдайды өмірінен кешпей, бұл өмірден өтпейді. Енді бұл әрине сол адамның өмірлік сабағы, жанының сабағы. Бұл сол адамның өмірінің трансформациясына бір себебі біледі. Кезінде мысалы мені өсектеді, дәл сол жағдай өзінің өмірінде болғанын көргенде өзі шок болады, сол жағдайдан сабақ алады. Санасы кеңейеді, жаны бір тәрбиеден өтеді. Және сондай банаға сен туралы өсек тасып жатырған адамға немесе адамдарға алғыс айт, алғыс білдір. Сенің өміріңдегі бөгеттерді алып, өміріңді жеңілдетіп жатыр.